Мұқтаж жандар алаяқтардың шырмауына түсіп қалмау үшін не істеуге болады? Оларға қалай көмектескен дұрыс? Қайырымдылық аса көп күш-жігерді талап етпейді. Қайырымдылықпен айналысу үшін ұлан асыр қазына байлық та керек емес. Ол әр адамның қолынан келетін іс. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дегендей, бірлесе отырып, ынтымақтаса отырып, біз біраз шаруаны тындыра аламыз. Бастысы ізгі ниеттің болғаны шарт. Көмек қолдау көрсете отырып, біз бөлінген қаражат шынында да мұқтаж жандардың қолына жетіп, олардың түйінді мәселесін шешіп бере алатынына көз жеткізгіміз келеді. Бұл орынды. Сондықтан да қайырымдылық қорлары біз бен мұқтаж жандардың арасындағы қажетті де сенімді көпір іспетті. Ендеше неден бастаған дұрыс? Алдымен белгілі бір қайырымдылық қорын және көмек көрсету бағдарламасын таңдап алыңыз. Сенім артуға тұратын қорды қалай таңдаған дұрыс? Назар аударыңыз. Қандай да бір қайырымдылық қорының әлеуметтік желілерде өз жеке парақшасы бар. Әлеуметтік желілердегі және сайттардағы ақпараттар үнемі жаңартылып отыруы тиіс. Сенімді қор міндетті түрде қаржылық есебін тұрақты негізде жариялап отырады. Сіз таңдаған қор туралы бұқаралық ақпарат құралдарында не жазып жатыр? Сенімді қайырымдылық қоры жанжал, шатақ оқиғалары мен ақшалай айла-шарғы қулық сұмдықтардан аулақ болуы тиіс. Қайырымдылық қорын таңдаған екенсіз, енді көмек көрсету құралына көңіл бөліңіз. Қазіргі таңда қайырымдылық қорлары ұсынып отырған бағдарламалардың арасынан өзіңізге ыңғайлысын таңдап, көмек көрсетуді жүзеге асыру еш қиын емес. Бүгін біз солардың ішіндегі ең танымал әдістер туралы айтып бермекпіз. Бүгінде қайырымдылық көмектің кең тараған түрінің бірі SMS арқылы жәрдем көрсету. Бұл өте қарапайым, жедел әрі тиімді жол. Мысалға, Аяла қайырымдылық қоры Қазақстанның барлық мобильді операторларымен ынтымақтастық негізінде жұмыс істей отырып, абоненттерді 9962 нөміріне SMS жолдауға үндейді. SMS арқылы түскен қаражат түгелдей еліміздегі балаларға арналған ауруханаларға медициналық құрал жабдық сатып алуға жұмсалуда. Бүгінде біразымыз интернет-банкингті белсене қолданамыз. Банктік карточкалардың иегерлері ғаламтор арқылы қайырымдылық қорына қалаған қандай да бір сом ақшаны аудара алады. Бұл тұрғыда аса көп уақыт та қажет емес. Оған қоса бұл қызмет тәулік бойына жұмыс жасайтынын да ұмытпайық. Ол үшін бар болғаны жеке кабинетіңізге кіріп, қалаған сома бойынша төлем жасасаңыз жетіп жатыр. Ал егер сіз қайырымдылық қолдауды тек қолма-қол ақша түрінде беруді жөн санасаңыз, онда мына әдістерге назар аударыңыз. Бүгінде банктердің бөлімшелері еліміздің барлық қалаларында бар. Кейбіреулері тіпті демалыссыз жұмыс жасайды. Ендеше сіз қалаған соманы қайырымдылық қорының есеп шотына жібере аласыз деген сөз. Бірақ ең алдымен қайырымдылық қорының банктік деректемелерін анықтап алыңыз. Ол ақпаратты сіз қордың сайтынан таба аласыз. Банк арқылы ақша аударуда валюта түріне қатысты ешқандай талап жоқ. Яғни теңгеде, рубльде, ақш долларда, еврода, фунт стерлингте жарамды. Бұл үшін қордың сайтында көрсетілген банк бөлімшелерінің біріне кіріп, қордың есеп шотына ақша аударсаңыз болады. Әлбетте, сіз ел ішінде көптеген қоғамдық орындарында, дүкендер мен мейрамханаларда, сауда орындарында, әуежайларда, жанармай станциялары мен сән салондарында қойылған жәрдем көрсету жәшікшелерін көрген боларсыз. Ал бұл арада өте мұқият болған жөн. Алаяқтардың шырмауына түсіп қалмаңыз, жәшікшелердің иесі кім, соған көңіл аударыңыз. Мұндай жәшікшелердің сыртында міндетті түрде қайырымдылық қорының атауы, қормен байланысу көздері және қаражат қандай бағдарлама аясында жиналып отырғаны туралы ақпарат болуы тиіс. Асықпаңыз. Алдымен сол қордың сайтына еніп, жобаға қатысты мәліметпен жалпы қордың жұмысымен танысып алыңыз. Мұқият болыңыз. Ақшаны сонымен қатар тәулік бойы жұмыс жасайтын касса 24 терминалы арқылы аударуға болады. Ол еш қиын емес. Алдымен терминал мәзірінен өзге де төлемдер тарауын таңдап, қайырымдылық бөлімін басамыз. Одан кейін өзіңіз ұнатқан қайырымдылық қорын таңдайсыз. Мысалы, Аяла қоры. Одан кейін ақшаны енгізіп, чекті алуды ұмытпаңыз. Осылайша бар болғаны бірер минуттың ішінде сіз бір адамның өмірін өзгертіп, оған қуаныш сыйлай аласыз. Көмек беріп, қолдау көрсетудің әртүрлі жолдары бар. Ең бастысы сіздің жәрдеміңіз бір адамның өмірін сақтап қалады. Қайырымдылық біз үшін жаңа әдетке айналсын.